Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Түрлі рецептерді жіберіп алмас үшін арнаға жазылып қойыңыз. Бүгін біз үй жағдайында жұмсақ нан пісіретін боламыз. Ол үшін алдын ала електен өткізіліп алынған 700 грамм ұнға 10 грамм ашытқы, 2 шай қасық қантты және де 2 шай қасық тұзды салып, осы барлық құрғақ массаны жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 420 мл суды және 60 грамм сұйық майды құйып, қолға жабыспайтындай бір тегіс қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін жылы жерге 45 минутқа немесе 50 минутқа көтерілгенше орап қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғаннан кейін видеода көрсетілгендей жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін қамырды ораймыз. Орап болғаннан соң қамырды екінші рет қайтадан жайып аламыз. Екінші рет жайып болғаннан кейін қамырымызға батонның формасын келтіріп ораймыз. Дайын болғаннан кейін 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Осы көрсетілген құраммен 2 нан шығады. Енді нанымыздың үстіне сүтті жағып аламыз. 2 нанға да сүтті жақсылап жағып аламыз. Одан кейін қалауыңызша үстінен пышақпен, міне видеода көрсетілгендей тілімдер жасаймыз. Одан кейін кунжут себеміз. Кунжут сепкеннен кейін 30 минутқа 180 градуста қызып тұрған пешке жіберіп пісіріп аламыз. Міне осындай жып-жұмсақ дәмді нан дайын болады. Назарларыңызға рахмет.